Құрметті әйелдер, сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Сіздерге мықты денсаулық, қажымас қайрат тілеймін. Көктемнің күнінде жарқырап, жайнап жүре беріңіздер. Сәлем достар, бүгін бұл видеода мен сіздерге 8 наурыз мейрамы қайдан шықты, сол жайлы айтып беремін. Егер қызық болса, әрі қарай көреміз. 8 наурыз мерекесі демалыс күні ретінде жарияланып келеді. Бірақ көпшілігі бұл мейрамның қайдан және қашан шыққанын біле бермейді. Сонымен бұл мереке негізінен әйел құқықтарын қорғау күн ретінде шыққан екен. 1857 жылы Нью-Йорк қаласында аяқ киім және тігін фабрикаларының әйелдері осы күні манифестке шыққан екен. Олардың талаптары 10 сағаттық жұмыс күні және де ерлермен бірдей жалақы алу, сондай-ақ құрғақ жұмыс орындарын талап ету болған екен. Сөйтіп 1857 жылдың 8 наурызынан бастап кәсіподақтың мүшелеріне әйелдер де кіре бастаған екен. Сондай-ақ 1910 жылы Копенгагенде өткен халықаралық конференцияда Клара Цеткин 8 наурызды халықаралық әйелдер күні ретінде атап өтуді ұсыныс жасаған екен. Яғни бұл әлемнің әйелдерінің өз құқықтары үшін күресу үндеу еді. Сонымен қатар әйелдер өз құқықтарын қорғап қана қоймай, кедейшілікке қарсы, бейбітшілікке қарсы, еңбекті бағалау, ар-ожданды қадірлеу деген сияқты үндеулер тастаған екен. Бұл мейрам 1911 жылы 19 наурызда Австрия, Дания, Германия, Швейцария елдерінде аталып өткен екен. Ал Ресейде 1913 жылы Петербург қаласында әйелдер мәселесі атты өтініштен басталған екен. Биліктегілер бұл өтінішті қабылдап, Полтава көшесінде орналасқан Калашникова нан биржасында 1,500 әйел жиналған жиналыста әйелдердің сайлау құқығы, олардың аналық құқығы туралы деген мәселелер мемлекет тарапынан көтерілген екен. Кеңес үкіметі кезінде 8 наурыз халықаралық мереке дәрежесіне дейін көтерілген екен. Одан кейін кеңес үкімет тарағаннан кейін ТМД елдерінің арасында да бұл мерекені әлі күнге дейін тойлайды. Әзірбайжан, Грузия, Қырғыз Республикасы, Молдавия, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан, Украина, Беларусь елдерінде әйелдер күні ретінде тойланса, Армения мен Өзбекстанда аналар күні болып саналады екен. Осы жерде менің есіме Тұманбай Молдағалиевтің «Әйел сенің ақылшың» деген өлеңі есіме түсіп тұр. Соны сіздерге оқып берейін. Сенікіме, менікіме сонау гүл, арман үшін жүрміз жазып алау жүр. Жат біреуге бақыт болып туатын, әйелдерді еркелеткен жөнау бір. Әйелді ылғи еркелеткен ер оңар, әйелдерсіз тірлігіміз не болар? Қой дейтұғын қожаң егер болмаса, еркек байқұс азып тозып жоғалар. Әйел сенің аспазың да күтушің, әйел барда биіксің де бүтінсің, әйел барда жалынсың сен, отсың сен, әйел жоқта бықсыған сен түтінсің. Әйел сенің ақылшыңды айбарың, ол барында естімейсің қайғанын. Әйел сенің күзетшіңде сақшыңда, әйел сенің мерекеңде мейрамың. Әйел сен әйелді сүйгенсің. Сен әйелден, әйел сенен сый көрсін. Өз елінің ұлы болам деген жұрт, әйелдерге құл болуды үйренсін. Әйел арман әні, жол әні, дүниенің кешкі қоңыр самалы. Әйел сені құл ғып алмай алдымен, Құдай қылып көтермейді жоғары. Сыйла әйелді, жоғарыдан бер орын. Көтер оның мерейі мен беделін. Өз қызыңды сыйлағаның ол сенің, өз анаңды мәңгі құрмет
дегенің деп жырлаған екен. Осы сәтті пайдаланып бүгін мен Жадыра атты анамды, Жаңыл атты әжемді, Айымкүл атты нағашы әжемді, сондай-ақ әпкелерім мен сіңлерім, келіндерім мен жеңгелерім, сондай-ақ абысындарым, қайын әпкелерім мен қайын сіңлерім, сондай-ақ құрбы құрдастарым, сіздерді шын жүректен келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ең бастысы жүздеріңізден күлкі кетпесін, дендеріңіз сау болсын. Менің сіздерге алғысым өте шексіз. Осымен достар, 8 наурыз мейрамына арналған шағын ғана ақпаратым бүгінге осы ғана. Егер де сұрақтарыңыз, құттықтауларыңыз немесе тілектеріңіз болса, міндетті түрде төменде қалдырыңыздар. Егер видео ұнаған болса, лайк басыңыздар. Сондай-ақ ең бастысы каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Амандықта жолығайық. Сау саламат болыңыздар.